Майнкрафттың тарихындағы ең ауқымды әлеуметтік экспериментте мен 1000 адамды 4 үлкен аралға орналастырдым. Мен шынайы цивилизацияның симуляциясын қаладым. Ойыншыларға ешқандай көмек не нұсқаулық берілмеді. Егер өлсең, мәңгі өлесің. Жоқ! Енді әр ойыншы кез келген нәрсені жасай алады. Ресурстарды жинау, қоғамға қосылу, диктаторға айналу, немесе орын алса, соғысқа да қатысуға болады. Осыншама адамдар бар әр аралда кез келген нәрсе болуы мүмкін. Бірақ мен сендерге уәде бере аламын. Бұл эксперименттің нәтижесінде мен көрген ең қызықты оқиға болды. Бұл қызықтан құр қалуға болмайды. Енді қолдау көрсететін ұлтты таңдап, видеодан ләззат алыңдар. Назарларыңа 1000 ойыншылардың цивилизация экспериментін ұсынамын. Барлығы телепортацияға дайын ба? Егер дайын болсаңдар, секіріңдер. Жарайды, бастайық. Ау, мен кірдім. Бірінші күні барлық 1000 ойыншының әрқайсысы өз биомдарына телепортацияланды. Бізде жазық дала, шөл, қар және джунгли бар. Мына үлкен ғой. Ойыншылардың көпшілігі бірінші күннің уақытын қоныстану орнын іздеумен өткізді. Бірақ бірден біз адамдар өліп жатқанын көре бастадық. Бір қызығы, олардың бәрі қар аралынан болды. Себебін білсек, ойыншылар ұнтақталған қарға батып кеткендіктен қатып өліп жатқан екен. Ол кәдімгі қарға ұқсайды, бірақ сені сусымалы құм сияқты сорады. Мына жігіт өз достарын қатырғысы келіп жатыр. Жоқ, адамдар үшін де одан да жаманы, ол қар аралындағы ағаштардың аздығы болды. Сондай-ақ шөл аралында да өте аз ағаштар болды. Ал ағаш заттар алғысы келсе, оған ағаш қажет болады. Бірақ ағаштар шынымен табылған жерлер тез арада топтар үшін орналасуға арналған өте құнды жерлер болып кетті. Мына жиналған адамдарға қараңдар. Қоғамдық крафтинг. Прогресс бар. Осы уақытта джунгли аралындағы адамдарда ағаштар шексіз болғаны сонша, олар басқа нәрселер туралы ойлап жатыр. Қандай жоспарым бар дейсің? Бүкіл әлемді жаулаймын. Бұл менің оңғолым. Дарбо. Сәлем оңғол Дарбо. Оған сөйлеме. Ол сөйлемейді. Бастапқыда шынымен де джунглидің артықшылығы ағаштардың көп болуы болып көрінді. Бірақ адамдар аралда өмір сүру қиын дейді. Себебі ағаштардың тым көп болуы күн сәулесін жауып, қараңғы жерден қауіпті моптар көп пайда болады екен. Аралда саяхаттау қорқынышының кесірінен адамдар бір-бірімен сөйлесуі де қиындады. Себебі ойыншылар чатта бір-бірінің хатын 100 блок қашықтық арасында ғана оқи алады. Кем дегенде олар админдер сияқты чатты көре алмайтындарына қуанса болады. Соңында біз жазықтар аралына келдік. Және бұл қалғандарынан әлдеқайда басқаша болды. Бұл шынымен де өмір сүру үшін керемет арал болды. Жасыл шөп, ағаштар, жануарлар және табиғи қауіптің жоқтығы. Мына жігіт жануарлар отбасын жасап жатыр. Немесе ферма. Бұлар үшін басқалар сияқты өлім туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Өйткені жазықтағылар бірінші болып темір немесе алмас сияқты ресурстарды қаза бастады. Және ауылдар құрды. Ал бұл нағыз цивилизация. Бірінші күндері сендер екі түрлі топтың құралғанын көре аласыңдар. Олардың біріншісі демократия. Оны Хорус Краун есімді ойыншы басқарды. Біздің мақсатымыз сервердегі ең әдемі және ең керемет қаланы соғу. Және екіншісі де демократия. Оны Сайтфол есімді ойыншы басқарады. Мен жай ғана ешкім өлмеген қалаймын. Бұл екі цивилизацияның сонша ұқсас болғаны мен таң қалдырды. Олардың екеуі де оңтүстік жағалауда орналасқан, екеуінде де демократиялық сайлау болды. Олардың басшылары өз халқына жақсылықты тілейді. Дәл осылай қалса екен деп тілеймін. Мен Among Us кейіпкерін жасаймын. Сөзімді қайтара боламын, олар тезірек өлсе екен. Көп ұзамай бірінші күннің соңы болды. Барлық аралдардың ойыншылары серверден шығып, келесі күнге өз жоспарларын құрды.